Жамбыл облысында тағы бір сүт цехы іске қосылды. Мына кәсіпорында Байзақ ауданының тұрғыны Нәби Ағалиев осы жылдың қараша айында ашты. Бизнестің жол картасы бағдарламасы бойынша 30 миллион теңге несие алып, бұл қаражатты ресейлік қондырғы сатып алуға жұмсаған. Мы получили эти деньги по 14%. Біз бұл ақшаны 14% үстемемен алдық. Оның 10%-ын мемлекет өтеп жатыр. Қалған 4%-ын өзіміз төлейміз. Бізге бөлінген қаражат қысқа уақыттың ішінде небәрі 2 айда аударылды. Ал біз бұл қаржыны Ресейге жібердік. Есесіне олар 2 айда біз тапсырған қондырғыны жеткізді. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы кәсібін енді бастаған кәсіпкерлерге жеңілдетілген қаржыландыру, грант, оқу, бизнесте тәжірибесі бар азаматтар тарапынан бизнес жоспар құруға мүмкіндік береді. Для действующих бизнесменов. Ал кәсіппен бұрыннан айналысып жүргендер үшін екінші деңгейлі банктерден не болмаса лизингтік компаниялардан алынған несиенің пайыздық ставкасын төмендету секілді жеңілдіктер жасалады. Цехты пайдалануға беру үшін кәсіпкер жалпы аумағы 260 шаршы метрді құрайтын ғимарат тұрғызды. Оның құрылысына бизнесмен 20 миллион теңге жұмсады. Мұндағы өндірістік желі күніне 10 тонна сүт өңдеуге қауқарлы. Әзірге кәсіпорын өзінің бар мүмкіншілігін пайдаланып отырған жоқ. Жаңа жылдан кейін өндіріс ошағы қуатын толық іске қосып, сүт өнімінің 50 түрін шығаруды көздейді. Шикізатты да өз фермасында өндіретін Нәби Ағалиев өнімді төмен бағамен саудаламақ. Қазір 1 литр сүт 80 теңге шамасында сатылады. Качество у нас будет чистого молока, сухое молоко мы не будем вообще. Біз құрғақ сүтті мүлдем қоспаймыз. Мұндағы қондырғының өзі оған шақталмаған. Біз өндіретін сүтті бастапқыда өзіміздің облыста саудалаймыз. Ал келешекте Алматы, Астана, Шымкент секілді ірі қалалардың нарықтарына шығуды жоспарлап отырмыз. Ағалиев шаруа қожалығы 1996 жылы құрылды. Ол кезде небәрі 20 ірі қара болатын. 19 жылда фермер мал басын 500-ге дейін көбейтті. Оның 237-сі сүт беретін асыл тұқымды ірі қара. Сондай-ақ кәсіпкер мал бордақылаумен де айналысады. Жылына 50 бұқаны жемдеп, әр басты 180-200 мың теңгеге сатады. И на сегодняшний день наше государство тоже нам сильно помогает. Бүгінде мемлекет бізге үлкен қолдау көрсетіп жатыр. Біз отырғызған барлық нәрсеге демеу қаржы алып отырмыз. Қазіргі таңда ауыл шаруашылығын дамытпай күн көру қиын екені белгілі. Себебі бізге ең бірінші кезекте ет, жеміс, көкөніс пен нан қажет. Надо хлеб, надо. Бүгінде шаруа қожалығында 40 адам жұмыс істейді. Мұндағы орташа жалақы 50 мың теңге. Қазір көкөніс сақтайтын қойманың құрылысы мен басқа да жобалар жүзеге асып жатыр. Есесіне бұл қосымша жұмыс орындарын ашуға септеседі.